Құрметті менің сүйікті оқырмандарым, мен сіздерді елімізде болып жатқан төтенше жағдайға байланысты үйде отырып кітап оқуға шақырамын. Елімізге келген індеттен аман-есен өтуімізді Алла нәсіп етсін. Біз сіздермен біргеміз. Жетісай қаласындағы номер 7 Тұран мектеп-гимназия коммуналдық мемлекеттік мекемесінің кітапханашысы Гүлмира Беркімқызының бәдігін ұсынамын. Бәдік тұрмыс-салт жырларының бір түрі. Елге келген жаман індетті қайтару, емдеу мақсатында айтылады. Олай болса, тыңдап көріңіздер. Екен бабамыздың бәдік айту, індеті келіп жеткен қуып айту. Атауын атап айтып ауыз қалмай, ауруды аластатып шіркін-ай қуып айту-ай. Тауға кет, ағынды өзен суменен кет, ел іші жұртымызға тарқамай кет. Төрт түлік мал жанымен жер анадан, аулаққа алыстарға өгей жоламай кет-ай. Қайран елім-ай, қазақ жұртым-ай, аман боп майлансыншы екі ұртың-ай. Қайран елім-ай, қазақ жұртым-ай, аман боп майлансыншы екі ұртың-ай. Ақ бұлтпен борандатқан желменен кет, иірілген қар суынмен мұздармен кет. Қол жайып бат айтатын ата әжемнің, сәбидің ұйқысымен өгей сөзімен кет-ай. Ескірген ескі жылмен келмеске кет, су болып жауған жаңбыр тамшымен кет. Ағайын құда жек жат бауырымның, жұртының ел ішінде өгей келмесін деді-ай. Қайран елім-ай, қазақ жұртым-ай, аман боп майлансыншы екі ұртың-ай. Қайран елім-ай, қазақ жұртым-ай, аман боп майлансыншы екі ұртың-ай. Сәлеметсіздер ме? Мен номер 7 Тұран мектеп-гимназия коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 5-ші сынып оқушысы Мұхамеджан Зейнеппін. Бұл жолы біз қазақ ертегілері туралы ертегі оқитын боламыз. Бұл жерде өсиет, аңыз, көптеген ертегілер бар. Сондықтан мен олардың ішінен өте керемет ертегіні тыңдап алдым. Мен сіздерге қазір оқып беремін. Ырыс қашса туыс қоймайды деген ертегі. Бұрын бір жалғыз басты туыс деген жігіт болыпты. Ойдан орады, қырдан қырады, артып-тартып үйіне 2-3 айда бір келіп, үйіп тастап тұрады. Бірақ та дүниесі артпайды, кемей береді, берекесі болмайды. Қасында жақын отырған бала-шағалы бір әйел көршісі бар екен. Оның ешқандай табары жоқ. Үй айналасына алысқа бара алмайды. Бірақ тұрмысы күннен күнге гүлдей береді. Туыс бұл қалай деп сұрап ақылға барып, санатады, кеңес сұрайды. Ақыл бақытқа бардың ба дейді. Туыс бармағанын айтады. Ақыл ендеше сен соған бар, ол тентек, менің айтқанымды орындатпайды, бұзып жібереді дейді. Туыс бақытты іздеп келе жатып, жолдағы бір қара қосқа кіреді. Кірсе бір шал, бір кемпір, бір бойжеткен ақсақ қыз отыр. Туыс түскен кетерінде шал туысқа аманат тапсырады. Бақыттан сұрай кел, қызымды қандай адамға берейін дейді. Туыс жүріп келе жатып, дария жағасына басы иіліп, жерге тиіп тұрған бір бәйтеректің көлеңкесіне дем алады. Бәйтерек те аманат тапсырады. Басымды жаңа шыққан уақытынан бері бір тартып жібермейді. Бұған не амал қыламын дейді. Бақытқа жетіп келген жұмысын айтып болған соң, Бақыт туысқа ақылға бармадың ба деді. Туыс бармадым, бірақ ол әуелі сізге бар, әйтпесе ол менің ақылымды орындатпайды, бұзып жібереді дейді. Бақыт күліп, рас депті. Бақыт бәрін де тыңдап болып, туысқа қайт,
Бара жатып бәйтеректің басын иіп тұрған бір тұлып алтын бар. Соны сен қазып ал. Сонда бәйтерек басын көтереді. Алтынның жартысын шал мен кемпірге де бер. Солардың ақсақ қызын-ау дейді. Туыс айтқандарын орындайды. Туыстың өмірі содан кейін өркендейді. Бас екеуі болмайды, мал екеуі болмайды деген және ырыс қашса туыс қоймайды деген мақал осыдан шыққан. Нөмір ретші тұран мектеп-гимназия коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 3-ші А сынып оқушысы Ахмет Айшамын. Елімізде болып жатқан төтенше жағдайға байланысты мен үйде сабақ оқып жатырмын. Менің бос уақытым көп. Мен бос уақытымда әртүрлі әдеби кітаптар мен ертегілер оқимын. Сіздерге Ғафу Қайырбековтың алғашқы қоңырау өлеңін айтып берейін. Қағылды зор қоңырау күмбірледі, аралап айлық жерді, күндік жерді, ілесіп сол қоңырау үніменен қазақтың даласына білім келді. Кім қақты аты жөні, кім қоңыраушының, даланы дүбірлеткен қойнаушының. Қалың ел қара қазан сары баланың, қашанғы арын қамын ойлаушы кім. Сол сұрақ қоңырауға қосып үнін, бар